тілшені тоқу үшін бізге 6 ілмек алуымыз керек. Бір, 2, 3, 4, 5, 6. Енді 1, 2, 3. Неке былай. Енді бір столбиктен тоқып шығамыз. Екінші қатарда да бір столбиктен тоқып шығамыз. Енді екінші қатарын тура осылай тоқимыз. Екінші қатарды тоқып болдым, 6 столбик. Енді үшінші қатарда екі шетінен бір столбиктен қосып, барлығы 12 столбик болғанша тоқимыз. 2 столбик қостым, мына жағынан да 2 столбик қосамыз. Келесі қатарда да 2 столбик қосып, 12 столбик қыламыз. 12 столбик болғанша тоқыдым. Енді әрі қарай столбик қоспай, тағы да 2 қатар тоқимыз. Келесі қатарда біз қысқартатын боламыз. Толықтай алмадым. Келесінен крючокты өткізіп жіпті тарқатамыз. Осылай қарама-қарсы бетінен де, екінші шетінен де осылай 2 столбикті қысқартамыз. Енді соңғы қатар ешқандай столбик қысқартпай да, қоспай да бір қатар тоқимыз. Сонымен біздің кроссовкаға пайдаланатын тілшеміз дайын болады. Біздің тілшеміз дайын. Осы тілшені кроссовкаға қалай пайдаланатынымызды, қалай тоқитынымызды көргіңіз келсе, мен каналымда кроссовка тоқудың видеосы бар.